Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсізбе. Көңіл күйлерің жақсы ма? Иә. Қалдарың жақсы ма? Иә. Жақсы, жарайсыздар, отыра қойыңдар. Балалар, бүгін біз күнделікті сабағымыз бойынша бір-бірімізге жақсы тілектер қояйық. Кім бастайды? Аруна бастай ғой. Рамина, мен саған сенемін, себебі сен әдемісің. Жақсы, рахмет, отыра қой. Рамина? Аруна, мен саған сенемін, себебі сен ұқыптысың. Жақсы, жарайсың. Амиланы айта ғой. Амина, мен саған сенемін, себебі сен мейірімдісің. Жақсы, жарайсың. Руслан айта ғой. Азамат, мен саған сенемін, себебі сен әдемісің. Жақсы, рахмет. Артем айта ғой. Апай, мен сізге сенемін, себебі сіз ақылдысың. Жақсы, рахмет. Амина айта ғой. Милана, мен саған сенемін, себебі сен әдемісің. Жақсы, рахмет. Азамат. Мен саған сенемін, себебі сен әдемісің. Жақсы, жарайсың. Эмина айта ғой. Рамина, мен саған себебі сен мейірімдісің. Жақсы, рахмет. Айнұра. Рамина, мен саған сенемін, себебі сен ақылдысың. Жақсы, жарайсың. Жарайсыңдар балалар. Мен де сендерге сенемін, себебі сендер сүйкімдісіңдер, мейірімдісіңдер, ақылдысыңдар. Жақсы, оны жаңа сөздерді өткенбіз, сондықтан оны қайталайық. Үйде жаттадық па? Ал кувшин, қазақшасы құмыра, жақсы. Қоржын, корзина. Қоржын, жақсы, солай қалады. Кожа. Керамика. Стекло. Говорите. Айгүл. Пояс. Белдік, жақсы. Колыбель. Бесік, жақсы. Седло. Ер-тоқым, жақсы, жарайсың. Оберег, амулет. Томар, жақсы. Сундук. Сандық, жақсы. Ложка. Асық, жақсы, жарайсың. Гостинец. Базарлық. Тюбетейка. Тақия. Творог. Ірімшік, сливки. Қаймақ. Находить. Табу. Так. Өткен сабақты қайталадық, кішкене есімізге түсірдік. Енді балалар, бүгінгі бізде жаңа сабағымыз отбасылық мереке. Яғни бүгінгі мақсатымыз мәтіннің жанрын, яғни ол мақал мәтел, бата, аңыз, мысал, өсиет әңгімелер, жанрлық ерекшеліктерін және көмекші сөздердің қолдауымен пайымдау мәтінін анықтау. Екінші мақсатымыз мұғалімнің қолдауымен айтылу мен жазуында айырмашылығы бар сөздерді дұрыс жазу. Яғни біз бүгін мен қолдауымен сөздерді дұрыс жазып үйренеміз және мәтіндердің жанрын анықтап үйренеміз. Бүгінгі біздің жаңа сөздеріміз сабағымыз отбасылық мереке дедік. Енді балалар, мынаны қараңдаршы, бұл әжелердің басқа киетін киімі, яғни бұл кимешек деп айтылады. Орысша это национальный головной убор взрослых, то есть бабушек. Енді мынау шапанды білеміз, қазақша шапанды, бұны ер адамдар киеді. Бұл камзолды қыздар киеді және аналарымыз киеді. Ал мынау қос етек көйлек, то есть это платье с валаном. Ал мынау кебіс, то есть башмак. Қазір жаңа сөзді жазамыз, кимешек, прям таки пишите, национальный головной убор. Көріп тұр ма? Жазып алды.
Күнді жазамыз. Қарашаның 16-сы сынып жұмысы. Дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күнді жазамыз. Қарашаның 16-сы сынып жұмысы. Мен болдым. Болсында жақсы жарайсыңдар. Сабағымызды жалғастырамыз. Қазір мәтінді оқимыз. Яғни тыңдайық және жауап берейік. Мен мәтінді қазір оқып берем, артынан өздерің әріптерін дұрыстап айтып, дыбысқа қайталайсыңдар, жасыма. Отбасылық мереке. Тыңдаймыз. Бүгін біздің үйде той болады. Менің қарындасымның тұсауын кесеміз. Міне қараңыз. Үйдегі адамдардың бәрі ұлттық киімдерін киген. Әжемнің кимешегі өзіне сондай жарасады. Камзолдың ою өрнегі қандай әдемі. Атамның шапаны да өте әдемі. Оның қалпағы өзіне жарасады. Әкемнің тақиясы мен менің тақиям бірдей. Ана біздің үйдің ерке қызы. Оның жанындағы кіндік шешесі. Ол Томиристің тұсауын кеседі. Томириске қараңыздаршы, сондай сүйкімді. Ол үстіне қос етек көйлек, басына тақия, аяғына бұлғары кебіс етіп киген. Ал енді бірге оқимыз. Бүгін біздің үйде той болады. Менің қарындасымның тұсауын кесеміз. Балалар, енді осы мәтіндегі кімнің, ненің деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді анықтаймыз. Ал кім табады екен? Кішкене ойланыңдаршы. Кімнің, ненің деген сұрақтарға қай сөздер жауап береді? Айта ғой. Қалай? Қарындасымның жақсы. Ол қандай сұраққа жауап береді? Кімнің жақсы жарайсың? Тағы да. Айта ғой, Рамина. Әжемнің жақсы жарайсың. Ол қандай сұраққа жауап береді? Кімнің жақсы жарайсың? Отыра ғой, Руслан айта ғой. Камзолдың жақсы болған. Жоқ, камзол. Отбасы қай тойға әзірленіп жатыр? Тұсау кесу жақсы жарайсыңдар. Тұсау кесу деген, яғни ол бала жүре бастағанда аяғына ала жіп байлап, шақпен үлкен әжелер, яғни сыйлы әжелер кеседі. То есть тұсау кесу – это обрезание пут. Когда ребенок только-только начинает ходить, в годик или до годика, ему, да, ребенку делают обрезание пут. Завязывают его ноги черно-белой веревкой и обязательно режут ножом. Режут его обязательно уважаемые бабушки. А дедушки дают бата. Яғни бата беріледі. Ал жақсы, енді жаңағы сюжетіміз бойынша, жаңа сөздер бойынша отбасы мүшелері қандай киім киген? Мысалы, кимешек деді. Кимешек бұл жерде кім киіп тұр? Кимешекті кім киіп тұр? Жоқ. Әже кимешек киіп тұр. Жақсы. Тақияны кім киіп тұр? Әкесі мен баласы. Жақсы. Ал шапанды кім киіп тұр? Атасы киіп тұр. Қос етек көйлек деген не ол? Оны платьесі баланың да, то есть оны Томирис қарындасы Томирис киіп тұр.
Так, қазір балалар жазба жұмысын орындаймыз. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып жаз. Яғни менің әжем жүрді көп нүкте тұр. Міне сендерге керекті қосымша. Әжем мен. Әжем менің. Менің әжем мен. Жоқ, қараңдар. Менің әжемнің қамзолы әдемі. Жақсы, жарайсың. Келесі. Сенің атаңның қақпасы бар ма? Қақпағы бар ма? Жақсы, яғни атаңның. Жақсы, келесі. Сіздің тәкиясы әдемі екен. жақсы, жарайсыңдар. Келіпті, жақсы. Ал келесін. Біреуін алып келеші. Біздің отбасымыз өте үлкен. Жақсы. Бүгін үйде отбасылық мереке бала тойдың қонағы болыңыз. Тойдың қонағы болыңыз. Жақсы, енді осыны жазамыз. Руслан мен Аруна бізге көмектесті. Рамина енді жазамыз. Орындаймыз жазба жұмысы. Балалар кішкене шаршадық. Сондықтан сәл сергіту сәтін жасайық. Ал айтамыз. Жел соғады бетімізге, шайқалады ағаштар. Тыныш отырып, бие ағаштар. Жақсы, жарайсыңдар. Отырыңдар балалар. Балалар, сабағымыз аяқталды. Енді осы өткен сабағымыздан маған кері байланыс беріңдерші. Сабақ қалай өтті, сабақта не түсіндіңдер және қандай жаңа сөзбен таныстық. Жақсы ма? Ал рефлексияны біз бас бармақ тәсілі арқылы көрсетеміз. Жақсы. Ал Милана. Айта ғой. Жақсы, жарайсың. Не класс, яғни барлығын түсіндім деп айту керек егер. Ал Руслан айта ғой. Барлығын түсіндім. Жақсы. Барлығын түсіндім. Жақсы. Артем айта ғой. Барлығын түсіндім. Жақсы, жарайсың. Рамина. Барлығын түсіндім. Жақсы, жарайсың. Эмина айта ғой. Жақсы, жарайсың.